Кеше балайың, келдің ғой талай жасқа. Көз жетті бір қалыпта тұра алмасқа. Адамды сүй, Алланың хикметін сез. Не қызық бар өмірде онан басқа. Деп жырлай отырып, ұлы абай тіршіліктің бір қалыпта тұрмайтынын, қамшының сабындай қысқа ғұмыр күнделікті өзгерістермен, қисындармен, мысалдармен сынайтын жеткізеді. Иә, жанымызда жарқын іздерін қалдырып, өміріміздің бір бөлігіне айналған жылдарымыз, айларымыз, күндеріміз, сағаттарымыз жылжып өтіп жатыр. Күні кеше ғана сырласып, сұхбаттасып жүрген жаныңа жақын жандардың да қатары сейілуде. Жаныңды езіп, мұңға батыратыны сол, жақсылардың қатарына ілесіп, сіз де бақилық боп кете барғаныңыз. Әкеміз Хасимов Талғат Хайроллаұлы әлі де алар асқары алда азамат еді. Ауыл аймақ арасында ақ көңіл, адал жүрек, досқа берік, үлкенге іні, кішіге аға, үлгілі отбасының арқа сүйері, ағайын туыстың жанашыры бола білген ардақты жанның арамыздағы жоқтығы барша көз көргендер үшін, әулетіміз үшін орны толмас қайғы болып отыр. Уақыт пен жазмышқа дауа бар ма? Көңілде қимастық, сарқылмас сағыныш қалды. Желмая уақыт тоқтамастан желеме. Қайран күндер қайта айналып келеме. Сағынамыз сізбен өткен әр күнді, жоқтығыңа көңіл шіркін сенеме. Жанып тұрған жігеріңмен елден ерек, асқар тауым әкешім орның бөлек. Желісінен көбістің берер дерек, тағылымды жан едіңіз, ойың зерек. Жүрген жолың өміріңіз өнеге, қалды із боп артыңызда мәңгіге. Адалдықтың туын жықпай жүретін сіз туралы айтылар жақсы әңгіме. Иә, асыл әкеміз артына тек жақсы сөз қалдырарлық ізгілікті өмір жолын қалыптастыра алған азамат. Бұған оның ғибрат тұнған өмір баяны дәлел. Сонымен нақтырақ айтсақ, Хасимов Талғат Хайроллаұлы 1969 жылы 3 сәуірде Исатай ауданы Тұщықұдық селолық округінде өмір есігін ашқан. Руы Беріштің Шұбар бөлімі. Әкесі Хайролла мен анасы Мүслима 3 перзент сүйіп, балаларын ұлағатқа жеткізген. Әкеміз Талғат үйдің ортаншысы. Апасы Ләззат пен інісі Мақсұт бауырларына әрдайым қамқор болды. Өмірінің соңына дейін араласып, қандай жағдайда да қастарынан табыла білді. Әкеміз 1976 жылы өзі туып өскен ауылдағы орта мектептің табалдырығын аттады. Кейін 1979 жылы отбасының Атырау қаласына көшуіне байланысты оқуын сол шаһардағы Новостроительный мектебінде жалғастырады. 1984 жылы орта білімді ойдағыдай аяқтаған мектеп түлегі номері 7 кәсіптік техникалық училищеге талпынады. Номері 7 кәсіптік техникалық училищеге құжаттарын тапсырып, қалаулы мамандығына қол жеткізуге талпынды. 3 жыл ізденіп, оқуға ден қойған жас студент енді дипломын қолына алдым дегенде әскер қатарына шақырылып, отан алдындағы азаматтық борышын өтейді. Оның сарбаздық өмірі Ресейдің Свердловск облысы Тавда қаласында өтті. 2 жылдан соң елге аман-есен оралған әкеміз 1990 жылдан бастап еңбекке араласты. Қызмет жолын Гурьев мұнай-газ геология басқармасында қарапайым мұнай барлаушысының көмекшісінен бастады. Білікті мамандардың қасында жүріп, әр істің мән жайын терең ұғынып, жұмысын тиянақты жасауға бар ынтасымен кірісті. Қай саланың да оңайы жоқ.
ел байлығын түлету жолында қаншама жандар тер төгіп, бел жазбай еңбек етуде. Талғат Хайроллаұлы да үнемі ізденіс үстінде болды. Нәтижесінде мамандығының қыр-сырын жетік меңгеріп, басшылықтан талай мәрте мақтау алды. Аталған мекемеде 14 жылдай тапжылмастан қызмет еткен әкеміз 2005 жылдан бастап Атырау гидрогеология басқармасына ауысып, өмірінің соңғы күніне дейін бұрғылаушы болып еңбек етті. Бұл кәсіптің өз кілтипаны бар. Бұрғылау саласы ауыл шаруашылық емес, қолыңмен ұстап, көзіңмен көріп отырып атқаратын. Тұңғиық жер астының қыртыстарын қопарып, жасырынып жатқан майды табу үшін көкіректе көзін болмаса, іс ілгері баспайды. Бұл ретте тәжірибесі мол әкеміз өз кәсібінің майталманы еді. Уақыт өткен сайын салада сан өзгерістер, тереңде орналасқан мұнай қабаттарын игерудің жаңа әдістері, жаңа технология сыналап еніп жатты. Бұл өз кезегінде мұнайшының бір орында тұрмай, жан-жақты болуын, кәсібилігін талап етеді. Әкеміз Талғат Хайроллаұлы туралы әріптестері қандай істі болмасын байыбына барып, жан-жақты зерттеп, дұрыс тетігін тауып, шешім қабылдайтын мықты маман деп бағалаушы еді. Ол ұжымдастарының алдында тек білекті маман ретінде ғана емес, ерге лайық ірілігімен, сабырлығымен, тіл табысқыш, ашық мінезімен де абыройлы болды. Ассалаумағалейкум, жамағат. Тәкең марқұмның арамыздан өткеніне бір жыл болып қалып жатыр. Мен тәкеңмен 1998 жылдан бері 23 жылдай бірге жұмыстас болдық. Екеуміз орманы күзету жөндеу бригадаларында бұрғышының көмекшісі болып бірге жұмыс істедік. Бер жағында тәкең енді бұрғышы болып өз мамандығының қас шебер екенін, өзінің жұмысқа біліктілігін, адалдығын көрсетті. Өзі бұрғышы болып жүргенде өзіне қарамағына көрген жігіттерді өз сияқты білікті мамандарды да тәрбиелеп шығарды. Өмірінің соңына дейін Үшкөмір бұрғылау сервистік компаниясында бірге жұмыс істеді. Сол тәрбиелеп шыққан жігіттерді жұмысқа Иранбай өзінің өз мамандықтарын белгілі. Енді тәкең орны бөлек, орны ойлас қимаймыз. Тәкең жатқан жері жарық болсын, иманы жолдас болсын. Сондай-ақ әкеміз өтте қарапайым жан еді. Төңірегіне әрдайым жымия қарап, күлімдей көз тастайтын. Оның жайдары өңінен ешқашан асып сасудың, асқақтап тасудың, шытырлаған шытырман ашудың лебін сезбейтінбіз. Әрдайым сабыр сақтап, не де болса ақырын күтетін. Бір ұқсар қайнап жататын кейбірінің де түбі бір сабасына түсетінін жақсы білетін. Осы бір тұңғиық төзім оны өмірдің талай талқысына салып көрді. Бірақ еш мойымады. Өзінің талап еңбегімен өсті, жетілді. Осы тұста сөз зергері Ғабит Мүсіреповтің тұла бойы тазалықтан ғана, бауырмалдықтан ғана, айнымас, бұлжымас мейірімділіктен ғана жаралғандай жан ет деген тұжырымы тура біздің әкемізге арнап айтылғандай еді. Өйткені ол Алланың нұрындай, көктемнің ақ жауынындай көпке шапағаты деген азамат еді. Ажал шіркінге не шара? Төрге шықса төбедей, төбеге шықса төредей, жақынмен алысты бірдей тең көрген, елінің жігері, қоғамның тірегі бола білген ардақты жанды өлімге қиюда, енді арамызда жоқ дегенге сенуде,
қиынның қиыны. Елім, отбасым деп тұратын, ойы да, бойы да биік, сөзі де, ісі де ірі, жаны мен қолы бірдей таза, кішілік пен кісіліктен жаралған сіздей жанды, дәмдес болған бірге жүрген замандастарын көз көргендер періште пейілді тұлға деп бағалаушы еді. Біз үшін де, барша ағайын үшін де, сізбен өткізген әр күн тіршіліктегі ең бір нұрлы бір кезеңіміз екенін сезінеміз. Тірліктің ләззаты отбасында дейтін болсақ, әкеміз бұл жағынан да бақытты жан еді. 2000 жылдың ақпан айында өмірлік жары Жанна жолдас қызымен отбасын құрды. Өмірге 2000 жылы ұлы Рауан, 2003 жылы қызар Ужан келді. Қос қолының көзінің қарашығындай мәпелеп, әкелік махаббатын мейлінше мол төккен жанұямыздың арқа сүйері тұңғышының отандық борышын өтеп, өзімен бірге қасында еңбек еткен көзі көрді. Ал қызар Ужан Ақтөбе қаласындағы медицина университетінің 3-ші курс студенті. Әке шешеміз дүние мүлікке қызықпаған, ар ұятын сатпаған, ешкімге ғайбат сөз айтпаған жандар. Көз қуаныштарына айналған балаларына дұрыс жол сілтеп, сарқылмас тәрбие беріп, ұядан ұшырды. Бар саналы ғұмырын бала болашағына арнаған әкемізді зор сағынышпен еске аламыз. Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін Талғат баламыздың өмірдің өткеніне бір жыл уақыт болды. Екеуміз жезде балыз болып араласып, сырласып, 30 жылдың үстінде уақыт өтті. Сол жылдары Талғаттың қатты дауыс көтеріп, ренжіп, ашуланып, ренжіген күндерін көрмедім. Сабырлы, салмақты, үлкенге іні, кішіге қамқоршы болып, ағайынның арасын сыйлы, отбасының тірегі, балаларының қамқоршы әкесі болып. Енді Алланың бұйрығымен не салды? Енді ертең жатқан жер жайлы болсын, иманды болсын, жұмақтың төрінде болсын деймін. Мәңгі есіңізде. Мейлі қанша жыл өтсе де, әке берген тәрбие есімізде мәңгі сақталады. Әкемізге Құдай бойды да, ойды да берді, бірақ көп ғұмыр бермепті. Бар болғаны 54 жасында өмірдің зейнетін көрместен дүниеден өтті. Қиярмадам қара жерге әкесін, амал бар ма, тағдыр солай шешкесін. Асыл әке ұмытылмас нұр бейнең, біздер үшін сен мәңгілік естесің. Әулеттің қамқоршысың, тірек едің, баршаның сүйіндірген жүрек едің. Сұм-ажал әкетпесе арамыздан, қамқорлап ортамызда жүрер едің. Жарқын бейнең қашанда жадымызда, дара туған тұлғасыз бағымызға. Есіміңіз қастерлісіңізбен, асыл әке біргесіз арамызда. Иә, сіздің нұр бейнеңіз әрдайым ұмытылмайды. Асыл әке, жатқан жеріңіз жарық, жаныңыз пеште шалқысын. Артыңызда қалған отбасыңызды, ұл-қызыңызды рухыңызбен желеп жебегейсіз.